Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ассаламу алейкум, құрметті Алла мал-мүлікпен нығметтеп қойған жақыным. Мен қазір сізге бірнеше сұрақтар қоям, ал сіз жауап беріп көріңіз. Сенің жұмысқа, үй шаруасына мініп жүрген көлігің, ол сенікі ме? Сен тұрып жатқан үй, ақша, бау-бақша, мал дүние, ол да сенікі ме? Өзіңе осы сұрақтарды қойып, сол сұраққа жауап беріп көріңіз. Әлбетте, бірден жауап беру қиын, түсінем. Бұның бәрін күндіз-түні жұмыс жасап, маңдай теріммен алдым ғой деп ойлайсың. Келсем, ол рас. Алайда, мұның бәрі уақытша. Сені сынау үшін берілген. Мұның бәрі ақырет күні сұралады. Судың да сұрауы бар. Сендегі бардың бәрі Алладан. Шаранамен келдік. Бізде ол кезде дүние мүлік болған жоқ. Сол секілді екі-ақ орам матамен қайтамыз. Жиғанымыздан еш нәрсе әкете алмаймыз. Дүние тіршілігінде Алла үшін жасаған ізгі амалың ғана сенікі. Ішіп шығарғаның, киіп тоздырғаның ғана сенікі. Егер Алла сізге байлық, дүние мүлік берсе, неге оны орынды пайдаланбасқа? Неге дүние құмарлыққа бойыңды сонша билетіп қойғансың? Әр тапқан тиын үшін Алла алдында есеп бересіз. Байлар жәннатқа соңғы боп кіретінін білесіз ба? Айтыңызшы, қанша рет сіз көршілеріңізге, мұқтаж жандарға көмектестіңіз? Қайырымдылық қылдыңыз? Немесе көмектесіп ап, міндетсініп қалмадыңыз ба? Байлығың қияметтің күні таразыңыздың оң жағын ауыр басатын амалдарды атқаруға жәрдемдессін. Жақындарыңа, туған-туысқандарыңа, көрші қолаң, жесір жетімге жақсылық жаса, көмектес. Одан кем қалмайсың. Есесіне Алла несібеңді арттырып, бол сауапқа кенелесің. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кімде-кім өзіне қалағанды мұсылман бауырына қаламайынша толық иман еткен болмайды. Алла пендесіне көмектесуін тоқтатпайды, егер ол өзінің бауырына көмегін тоқтатпаса делінген хадистерде. Басқалардың да сіз сияқты тоя тамақ жеп, бүтін киім киюін қалаңыз. Әйтеке би, бай болсаң халыққа пайдаң тисін, батыр болсаң дұшпанға найзаң тисін. Бай болып пайдаң тимесе, батыр болып найзаң тимесе, жұрттан ала бөтен үйің күйсін деп қатты айтқаны бар. Ендеше елге, айналаға пайдалы болуға тырысайық. Сондай пайдалы істің бірін жасау сіздің қолыңыздан келеді. Бұның сізге де берер сауабы жетерлік. Тіпті пенде өмірден өткеннен кейін де соңынан тоқтаусыз барып тұратын амал. Ол қандай амал? Ол садақа жария. Пенденің артынан үзілмей барып тұратын үш амалдың бірі. Яғни мешіт, медресе, мектеп, емхана салу, көпір тұрғызып құдық қазу, жеміс ағаштарын егіп қалдыру. Алла разылығы үшін жасалған әр ісіңіздің ақыретте пайдасын көресіз. Біз бұл өмірден тек жасаған жақсы да жаман амалдарымызбен ғана қайтамыз. Соны естен шығармағайсыз. Бұл өмір адамға бір-ақ рет беріледі. Қаншама адам өлім халінде жатқанда, жақсылықтар жасай алмағанына өкініп, осыдан тәуір болсам, мынау нәрселерді жасар ем деп кетіп жатыр. Сіз ондай болмаңыз. Дұрыс таңдау жасаңыз.